Эпидахуал. Балқашта коронавирус індеті жиі тіркелген 3 аумақ анықталды. Демалыс орны. Әлімжанов пен Сейфуллин көшелерінің қиылысында шағын алаң пайда болады. Балқашта коронавирус індеті жиі тіркелген 3 аумақ анықталды. Қаламыздың Мұхамеджанов шағын ауданы, Сванкулов орамы мен Сейфуллин көшелері аумағында бірнеше жанұяның 2 немесе одан да көп мүшесінде анықталған. Шаһарымызда желтоқсан айының басынан бері 20 адамда ковид індеті белгілі болған. Оның 8-і жергілікті тұрғындар болса, 2-і сырттан келгендер. Оны ауырғандармен байланыста болғандар. Бүгінде 17 науқас үй карантинінде болса, 3-і стационарда ем алып жатыр. Уважаемые балқашцы, впереди праздничные дни. Құрметті қала тұрғындары, алда мереке күндері келе жатыр. Осыған байланысты сіздерден карантин талаптарын қатаң орындауды сұраймыз. Арақашықтықты сақтап, бетперде киіп, адам көп шоғырланатын жерлерге бармауға кеңес береміз. Әсіресе қоғамдық тамақтану орындары иелері жауапкершілікпен қараса дейміз. Балқашта қала тұрғындар үшін жаңа демалыс орны пайда болады. Абаттандыру жұмыстары Әлімжанов пен Сейфуллин көшелерінің қиылысында басталды. Қазір көше бойына жиектастар төселіп жатыр. Кейінірек аумаққа жарықшамдар орнатылады. Аумағы 1100 шаршы метрді құрайтын шағын алаңдағы әрбір жұмыс техникалық қадағалау арқылы бақыланатын болады. Жұмыстардың алғашқы кезеңі 15 желтоқсанға дейін аяқталып, келер жылдың көктемінде жалғасын табады. В следующем году мы предусматриваем на данном. Келесі жылы біз осы орындарға орындықтар, қоқыс жәшіктері, балалар ойын алаңы мен спорт алаңдарын орнатуды жоспарлап отырмыз. Балқаштық Данияр Кемербаев Абай әлем атты онлайн студенттік өнер фестивалінде 1-ші орын иеленді. Білім және ғылым министрлігі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ұйымдастырған байқауға еліміздегі 50-ден астам жоғары оқу орнының студенттері қатысқан. Сайысқа еліміздің әр түкпірінен 260-қа жуық студент қатысқан. 5 аталым бойынша Абай мұрасын дәріптеуге бағытталған білім додасында жерлесіміз қара сөз оқудан сынға түскен. Данияр ұлы ақынның 6-шы және 43-ші қара сөздерін жатқа оқып, Абайдан мирас болған әр сөздің мән мағынасын сипаттап берген. Осылайша қазылар алқасының алдында Ұлы Абайды жаңа қырынан зерделеп танытуға тырыстым дейді. Бүгінде Нұр Мүбарак университетінде білім алып жатқан ол өз номинациясындағы 60-қа жуық сайыскердің ішінен суырылып шығып, 200 мың теңге жүлде қорына ие болады. 38-ші қара сөзінің өзін белгілі маман болмаса түсінбейді. Ол жерде зати, субути деген секілді сипаттарды айтады, немесе басқа тілдегі терминдерді қолданады. Сол үшін менің деп айтайын, бұл жеңіске жетуімдегі себеп болған мамандығын қатты әсер етті. Өйткені бұл Абайды зерттеп тани берсеңіз, ол әрбір саладан жаңа бір қырынан көрсетіле береді. Осы 45 қара сөздегі ең негізгі бағыт осы 3 нәрсе деп айтсақ болады. Әділетсіздіктен әділеттілікке, надандықтан ілімділікке және жалқаулықтан еңбекке болу. Болды осы ғана. Бұған жоғарғы әлемдік деңгейде көзқараспен қарау керек. Өйткені бағана айтқандай, бұл бірнеше ұлттың мәдениеттің жиынтығы. Балқаш тұрғыны Сейфуллин көшесі 16-шы үй маңындағы беті ағашпен жабылған құдықты көріп, қалта телефонына түсірген. Редакциямызға жолдап, жан-жағы ашық жатқан қауіпті құдықты бітесе деп өтініш жасаған. Мәселенің шешімін іздеген арна тілшілері бірден Су жылу транс мекемесіне хабарласты. Мекеме мамандары аумақта жүргізілген абаттандыру жұмыстары кезінде құдық қақпағын алып тастаған көрінеді. Бүгін Сейфуллин көшесі 16-шы үй жанындағы құдықты жұмыс тобы келіп қалыпқа келтірді. Қала тарихынан сыр шертер ескерткіштер айдарын жалғастырамыз. Бүгінгі шығарылым Балқаш Тау-кен металлургия комбинатының кіреберісінде орын тепкен локомотив М4880 паровозына арналмақ. Ол дәл осы орынға 1967 жылы қойылған. Это олицетворение эпохи. Бұл 30-шы жылдардан, яғни қала іргетасы біздің мыс балқыту зауыты мен Қоңырат кенішінен сыр шертер ескерткіш десек болады. Мұндай паровозды тек кинодан ғана көрген адамдар үшін таптырмас мүмкіндік десек болады.
Тарихи жәдігерге айналған паровоз алғаш рет темір жол арқылы комбинаттан Қоңырат кенішіне кен жеткізгенімен танымал болған еді. Бұл 1937 жылдың маусым айы болатын. Ескерткіш тақтайшасында алғашқы кенді әкелген темір жолшылар экипажы, машинистер мен пойыз құрастырушыларының есімдері жазылған. С открытием Конрадского месторождения и строительства. Балқаш мыс зауытының және Қоңырат руднигінің ашылуымен темір жол көлігі дамуында серпіліс болды. Сондықтан да бұл ескерткіш біздің құрметті еңбегі ерен темір жолшыларға арналды. М сериялы паровоздар 1931 жылдан бастап қана қолданыла бастаған. Көліктер Луганск зауытынан шыққан, мұнаймен жылытылды. 1947 жылдан бастап бұл паровоздар теміржол қызметінің қозғаушы күшіне айналып, 80-ші жылдары қызметін тоқтатты. Соның құрметіне 1967 жылы осындай ерекше ескерткіш бой көтерді.